Ағайындар, бірігу деген басталып кетті уже. Сіздер күтіп отқан жоқсыздар ма? Қашан 5 миллион боламыз деп? Олай күтпейсің. Мына видеоларымды көресің. Менің ана основной видеом бар ғой, который жаңағы не үшін бірігіп жатқанымызды. Сол видеоға барлығымыз репост жасаймыз. Мына 5 миллиондық проект, ол деген көп адамға үміт сыйлауы мүмкін, бақыт сыйлауы мүмкін. Бұл ұлтты бөлмей ешқандай біріктіруге, сондай ұйымдастыққа, жалпы бір түсінікке, сондай бір идеологияға алып келуге арналынған дүние өзі. Қолдап кетейік ағайын. Бала бол, шаға бол, студент бол, орта жастағы адам бол, үлкен адам бол, пенсионер бол, каждыйыңызға да керек бол. Каждыйымыз статусқа қоямыз, каждыйымыз историяға саламыз, каждыйымыз таратамыз, WhatsApp'тағы бүкіл контактілерге таратамыз. Адамдар көрсін, қолдайтын адам сол кезде қолдасын, тіркелсін. Подписчиктің саны көбеймей, жаңағы шаруамыз іске аспайды. Және іске асу үшін адамдар барлығы да қолдап, бір ауыздан айтылған нәрсені істеу керек. Келіспейтін болса, келіспеймін деп комментарийға жазу керек. Личкаға жазыңдар, комментарийға жазыңыздар. Бірігу басталып кетті. Репост барлығын жасау керек. Адамдарды максимально тіркеу керек. Сосын жайлап шетінен петициядан бастаймыз ғой енді. Неден бастаймыз басқа? Жанып тұрған темалар бар ғой. Солардан бастап жайлап өшіруге тырысамыз. Сосын депутаттарды шақырамыз. Тікелей сөйлесеміз. Қалай? Не істеп жатсың? Не қойдың? Отчет қайда? Сен кімсің? Сен қалай қойылды? Қанша дауыс жинадың? Басында не сен ұсындың халыққа? Соларды не істедің? Белгілі бір шетіне жеткіздің ба шаруаларды? Результат қандай бар? Көрсет, қағазбен көрсет, айтқаныңды көрсет, дәлелде. Солай ағайын. Сен қорықпа. Сен мысал үшін мұғалім болу мүмкінсің, медик болу мүмкінсің, әкімшілікте жұмыс жасауы мүмкін, жаңағы құқық қорғау органдарында жұмыс жасауы мүмкінсің. Тікелей міндетің осы біз сияқтыларды газет ету болса да дұрыстап тыңдап, халықты қолдап, өйткені сенде де осындай бір өрескел заңдардың құрбаны болып отырсың өзің болмасаң семьяң. Сен егер қазір істемесең, сен ертең пенсияға шыққанда, сен ертең бұл жұмыстан көтеңнен бір теуіп шығарып жіберген кезде, сен сол кезде ойбай деп ақталып жүрме. Қазір істе, мен потому что ол теманы түсінем. Таратыңыздар. Адамдар көбірек көрсін. 5 миллиондық проектіні барлық Қазақстан көру керек.